Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын. Аптаның әр күні сәттілікке толсын дей отырып, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы буын үндестігі. Бүгінгі сабақта сен сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айтуды үйренесің, және де қорықтар жайлы біліміңді толықтырасың. Досым, қорық дегеніміз не? Қазақстанның қорықтарын есіңе түсіріп көр. Қазақстанда 10 қорық бар. Қорық дегеніміз саны сиреп бара жатқан жануарлар мен қоры азайып кеткен өсімдіктер түрлерін қалпына келтіру мақсатында құрылған ерекше қорғалатын аумақ. Бүгінгі сабақта бірнеше қорықтармен тереңірек танысасың. Барса келмес қорығы Қызылорда облысында 1939 жылы құрылған. Арал теңізінің бір таулы аралында орналасқан екен. Аумағы 30.000 гектар. Бұл қорықта жануарлар әлемінде 56 түрлі жануарлар түрлері құлан, сайран, сайғақ, қарсақ, қасқыр тіршілік етеді. Құстың 203 түрі бар екен. Алакөл қорығы Алматы облысында Алакөл және Шығыс Қазақстан облысының Үржар аудандарында орналасқан. Аумағы 20.743 гектар. Қорықтың аумағы 7 телімге бөлінген. Марқакөл қорығы Шығыс Қазақстан облысында оңтүстік Алтайдың шығысында Марқакөл қазан шұңқырында орналасқан екен. Ең биік нүктесі 3304,5 метр екен. Мәтінді оқып шық. Бұл мәтінде кездескен сөздердің ішінде дауысты дыбыстардың не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып үйлесуін байқадым. Бірақ бұл ережеге бағынбайтын сөздер де кездесті. Ендеше келесі бейне баянға назар аудар. Дана, не қарап отырсың? Бізге мұғалім демалыста көркем әңгімелер оқыңдар деп тапсырма берген еді. Мен интернеттен қазақтың таңдамалы әңгімелерін іздеп отырмын. Дұрыс па? Дұрыс. Қане көрейік. Мұхтар Әуезовтің «Қорғансыздың күні», Ғабит Мүсіреповтің этнографиялық әңгімесі, Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» әңгімесі. Аға, неге бір жерде Мүсіреповтің, екінші жерде Мүсіреповтің болып жазылған? Демек, екеуінің біреуі қате. Қайсысы қате екенін анықтайық. Ол үшін мен саған буын үндестігін түсіндірейін. Дана, буынды қандай дыбыстар жасайды? Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай қалай бөлінетін еді? Жуан, жіңішке. Ал үндесу деген сөз ұқсау, бірдей болу, үйлесу деген сөздермен мағыналас. Сонда буын үндестігі деген сөздегі буындардың, яғни дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке болып бір-біріне ұқсауы. Мысалы, әкелерімізге деген сөздегі барлық дауыстылар жіңішке, ал аналарымызға деген сөздегі дауыстылар бірыңғай жуан. Бірақ тілімізде кітап, мұғалім сияқты басқа тілден енген немесе Ербол, Айгүл сияқты бірігу арқылы жасалған аралас буынды сөздер кездеседі. Қосымшалар мұндай сөздерге соңғы буыны жуан болса, жуан, соңғы буыны жіңішке болса, жіңішке болып жалғанады. Мысалы, кітап,
қонақтарымыздың, мұғалімдеріміздің, Ерболға, Айгүлге. Сондықтан осы соңғы буынға ұқсау заңдылығы буын үндестігінің ережесі болып есептеледі. Тілімізде буын үндестігіне бағынбайтын, яғни жуан немесе жіңішке сыңары жоқ аздаған қосымшалар да бар. Олар мен, бен, пен, нікі, дікі, тікі, паз, қор, қой, кер, гер, кеш, тай, тал, хана және адам тегінің орысша нұсқаларында жазылатын ин, ина, ов, ова, ев, ева қосымшалары. Бірақ егер де осы қосымшалы сөздерге қосымша жалғанатын болса, ов, евке аяқталатын кісі тектерінен басқасына үндестік заңы бойынша соңғы буынға қарай жалғанады. Мысалы, Астананікілер, өнерпаздар, еңбекқорлар, сәнқойлар, талапкерлер, қаламгерлер, арбакештер, сезімталдар, көкетайлар, емханалар, салғариндер, қарабалиналар, ахметовалар, қарабаевалар. Ал ов, евке біткен кісі тектеріне жалғанатын қосымша бұларға қарай емес, олардың алдындағы буынның жуан жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мысалы, мүсіреп деген сөзде е жіңішке, сондықтан мүсіреповтер. Құнанбай деген сөзде а жуан, сондықтан Құнанбаевтар болып жалғанады. Демек, мұнда Мүсіреповтің, Әуезовтің болып жазылады екен. Мен Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» әңгімесін оқиын. Қайталайық. Буын үндестігі. Қазақ тілінің сөздері не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке дыбысталады. Мысалы, әкелерімізге деген сөзде барлық дауысты жіңішке, ал аналарымызға деген сөзде дауыстылар бірыңғай жуан. Тілімізде кітап, мұғалім сияқты басқа тілден енген немесе Ербол, Айгүл сияқты бірігу арқылы жасалған аралас буынды сөздер кездеседі. Мұндай сөздерге қосымшалар соңғы буын жуан болса жуан, соңғы буын жіңішке болса жіңішке жалғанады. Мысалы, кітаптарымыздың, мұғалімдеріміздің, Ерболға, Айгүлге. Сөздің соңғы буынының жуан, жіңішке болуына қарай, қосымшалардың да бірыңғай жуан, не жіңішке түрде жалғануын буын үндестігі дейміз. Тілімізде буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар да бар. Олар мен, бен, пен, нікі, дікі, тікі, паз, қор, қой, кер, гер, кеш, тал, тай, хана және адам тегінің орысша нұсқаларында жазылатын ин, ина, ов, ова, ев, ева қосымшалары. Ов, евке аяқталған кісі тектеріне қосымша бұларға қарай емес, олардың алдындағы буынның, яғни түбірдің соңғы буынының жуан жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мысалы, мүсіреп деген сөзде соңғы буындағы е жіңішке, сондықтан Мүсіреповтер. Құнанбай деген сөзде соңғы буындағы а жуан, сондықтан Құнанбаевтар болып жалғанады. Ережеге сүйеніп, келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Сәйкестендір. Берілген сөздердің қосымшаларын анықта. Құрылыс, аң, көбелек, тапқыр, айла. Енді тапсырмамызды тексеріп көрелік.
Түбір сөздің соңғы буынында жуан дауысты дыбыс болса, оған жалғанатын қосымша да жуан, ал түбір сөздің соңғы буынында жіңішке дауысты дыбыс болса, қосымша да жіңішке болып жалғанады. Құрылысшы, аңдар, көбелектер, тапқырлар, айлакер. Жарайсыңдар. Сендер де дұрыс анықтады деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Берілген сөйлемдерді оқы. Қарамен жазылған сөздердің ішінен буын үндестігіне бағынатын және бағынбайтын сөздерді ажыратып жаз. Алакөл қорығы өсімдіктерге бай. Тоқылдақ орман дәрігері. Әуесқойлық адам бойындағы ұнамды қасиет. Марқакөл қорығында жыртқыш жануарлардан қасқыр, сілеусіндерді кездестіруге болады. Барсакелмес қорығы 1936 жылы құрылған. Әсемпаз болма әрнеге. Қорықтар табиғатты өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қамқорлыққа алатын аумақ. Алтай тауларында Алтай ұлары мекендейді. Өзіңді тексеріп көр. Буын үндестігіне бағынбайтын сөздер: алакөл, әуесқойлық, барсакелмес, әсемпаз. Буын үндестігіне бағынатын сөздер: тоқылдақ, жануарлардан, қорықтар, тауларында. Буын үндестігіне бағынбайтын сөздер олар: біріккен сөздер, қос сөздер және де басқа тілден енген сөздер екенін есіңде сақта. Бүгінгі сабақта сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айтуды, буын үндестігіне сәйкес келетін сөздерді анықтауды және де үндестік заңына бағынбайтын сөздерді анықтауды үйрендік. Сабағымыз аяқталды.